Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Екінші дәріс тақырыбы күн электр станциялары. Күн электр станциясы күн радиациясын электр энергиясын айналдыруға қызмет ететін инженерлік құрылым. Күн радиациясын түрлендіру әдістері әртүрлі және электр станциясының дизайнына байланысты. Алғашқы рет теориялық космонавтиканың негізін қалаушы Циолковский 1912 жылы өзінің кітабының екінші бөлімінде әлемдік кеңістікті реактивті аспаптармен зерттеу адамдардың күннің орасан зор энергиясын пайдаланудың практикалық мүмкіндігін көрсетті. Ол былай деп жазды: реактивті құрылғылар адамдарға шексіз кеңістіктерді жаулап алады және адамзаттың жердегіден 2 миллиард есе үлкен күн энергиясын береді. Күннен электр энергиясын алу бүкіл әлемде бұрыннан қолданылып келеді. Қазіргі уақытта ғалымдардың басты міндеті олардың тиімділігін мүмкіндігінше арттыру үшін қолда бар технологияларды жетілдіру қажеттілігі. Күн электр станциясы немесе гелиоэлектрлік станция электр энергиясын өндіру үшін күн радиациясын пайдаланатын электр станциясы. Күн электр станциясының негізгі екі түрі болады. Олар термодинамикалық және фотоэлектрлік. Термодинамикалық күн электр станциясында күн энергиясы алдымен жылу энергиясына, одан кейін электр энергиясына айналады. Мысалы, бу қазаны, турбина, генератор циклінде. Фотоэлектрлік күн электр станциясында күн энергиясы фотоэлектрлік генератордың көмегімен тікелей электр энергиясына түрленеді. Қолданыстағы күн электр станциясының пайдалы әсер коэффициенті 15%-дан аспайды. Ал меншікті қуаты жылу электр станциясының қуатының бірнеше есе жоғары болады. Фотоэлектрлік күн электр станциясында күн энергиясы фотоэлектрлік генератордың көмегімен тікелей электр энергиясына түрленеді. Фотоэлектрлік күн электр станциялары фотоэффект құбылысы негізінде жұмыс істейді. Күн элементтері немесе фотоэлемент күннен түскен зарядтарды түрлендіреді және жартылай өткізгіштің ауысуында электр қозғаушы күшін тудырады. Қазіргі фотоэлементтер толығымен кремнийден жасалады. Оның ең көп тараған түрі кристалдық фотоэлементтер. Олар жылтыр көк түсті болады. Күн элементтерінің қуаты орташа 0,7-0,175 ватт құрайды. Көбірек қуат алу үшін күн элементтерін тізбектей жалғап күн модульдерін құрайды. Әрі қарай күн батареясына жинақталады. Термодинамикалық күн электр станциялары. Термодинамикалық күн электр станцияларының құрылғысында таңдамалы жарық сіңіретін жабыны бар. Жылу алмасу элементтері қолданылады. Олар күн сәулесінің 97%-на дейін сіңіре алады. Бұл элементтер тіпті әдеттегі күн сәулесінің әсерінен 200 градус немесе одан да көп қызуы мүмкін. Олардың көмегімен су кәдімгі бу қазандықтарында буға айналады. Бұл бу турбинасында тиімді термодинамикалық цикл алуға мүмкіндік береді. Күн бу турбиналық қондырғысының тиімділігі 20%-ға жетуі мүмкін. Осы әсердің негізінде аэростатты күн электр станциясының дизайны жасалды. Ондағы энергия көзі су буымен толтырылған аэростат цилиндрі. Цилиндрдің сыртқы бөлігі күн сәулесінің өтуіне мүмкіндік береді. Ал ішкі жағы таңдамалы жарық сіңіргіш жабынмен жабылған және цилиндрдің ішіндегісін 150-180 градусқа дейін қыздыруға мүмкіндік береді. Қызып кеткен бу ыдыстың ішіне су шашу арқылы бу пайда болады. Цилиндрден шыққан бу икемді бу құбыр арқылы бу турбинасына жіберіледі. Ал турбинадан шыққан кезде ол конденсаторға суға айналады. Одан сорғының көмегімен су қайтадан цилиндрге беріледі. Бір күнде жинақталған будың арқасында мұндай электр станциясы түнде де жұмыс істей алады. Тәулік ішінде турбогенератордың қуатын қажеттіліктерге сәйкес реттеуге болады. Негізгі мәселе күн аэростат электр станцияларын орналастыру тәсілі. Мұндай электр станцияларын жер үстінде, теңіз үстінде немесе тауларда орналастыруға болады. Әр жағдайда оң және теріс жақтары болады. Мұнда бұл құбырының ұзындығын, турбогенератордың орналасуын және цилиндрлердің ұшақтардың қозғалысына кедергі келтірмеуін ескерген жөн. Күн энергиясын жер жағдайында ғарышта да пайдалануға болады. Құрлықтағы күн электр станциялары экваторға мүмкіндігінше жақын, күн шуақты күндері көп жерлерде салынуы қажет. Күннен энергия алудың басқа да жолдары бар. Жаңа әдістер көмегімен алыс қашықтықта орналасқан аудандарда энергиямен жабдықтау мәселелерін шешуге, ірі мегаполистерде отын ресурстарын тұтынуды азайтуға, қоршаған ортаны зиянды заттар шығындыларының шамадан тыс ластануынан қорғауға болады.
Күн электр станциясының түрлері, барлық күн электр станциялары бірнеше түрге бөлінеді. Олар айта кететін болсақ, біріншісі мұнара типті, табақша түріндегі фотобатареялар арқылы параболалық концентраторларды қолдану арқылы аралас кез аэростатты күн электр станциялары болып бөлінеді. Мұна суретте көрсетіліп тұрған бұл мұнаралы күн электр станциясы. Гелиостат бұл мұна суретте көрсетіліп тұрған гелиостат бұл трекке бекітілген және жалпы орналасу жүйесіне қосылған бірнеше шаршы метрлік айна. Яғни күннің орналасуына байланысты айна кеңістіктегі бағытын өзгерте алады. Негізгі және көп уақытты қажет ететін міндет станцияның барлық айналарын кез келген уақытта олардың шағылысқан сәулелер резервуарға түсетіндей етіп орналастыру. Ашық, шуақты ауа райында резервуардағы температура болуы мүмкін. Құрылысына келетін болсақ, мұнаралы күн электростанциясының сұлбасы бұл суретте көрсетіліп тұрғандағыдай әр өзінің атауы нөмірленіп белгіленген. Бұнда біріншісі гелиостат, екіншісі мұнара, үшіншісі жылулық қабылдағыш, төртіншісі бу тасымалдау желісі, және де бу турбинасы, электр генераторы, жетінші нөмірмен белгіленген бұл конденсатор, сегізіншісі бұл сорғы. Күн сәулелері мұнараға қатысты солтүстік жағынан сектор түрінде концентрлі орналасқан айна шағылдырғыштарға, гелиостатқа яғни түседі. Мұнараның басында дәнекерленген құбырлар панелінен тұратын орталық термалды қабылдағыш орналасқан жылу қабылдағышы. Яғни бізде үшінші нөмірмен белгіленген барлық гелиостаттардан бағытталған күн радиациясын қабылдайды. Орталық жылу қабылдағыш арқылы жұмыстық дене, яғни су циркуляцияға айналады, онда ол қыздырылады және белгіген температурадағы буға айналады. Бу құбыры бізде төртінші нөмірмен белгіленген, бу құбыры арқылы турбинаға кіреді. Онда электр генераторы айналып, электр энергиясын өндіреді. Пайдаланған бу турбинадан кейін конденсаторға барып, сумен салқындатылады және конденсацияланады. Конденсат сорғы арқылы орталық жылу қабылдағышқа беріледі. Және де Қырым күн электр станциясы жөнінде айта кететін болсақ, Перово Қырым күн электр станциясы әлемдегі қуаты бойынша 4-ші орынға ие станция. Қырым күн электр станциясы Перово Қырымдағы Перовский ауылдық кеңесінің кілті ауылының жанындағы жалпы қуаты 105,56 мегаватты құрайтын күн электр станциясы. Бұл көрсеткіш бойынша ол Канададағы Сарния күн саябағынан асып түседі, және де оның әлемдегі ең ірі күн электр станцияларының бірі деп атауға болады. Электр станциясы 1000 километр кабельмен байланысқан, және де 200 гектардан астам аумаққа орнатылған 440 000 кристалды күн фотоэлектрик модульдерінен тұрады. Және де қондырғы жылына 132 500 мегаватт сағаттық таза электр энергиясын өндіре алады. Бұл Қырым қаласы Симферопольдің электр энергиясына деген сұранысын қанағаттандыру үшін жеткілікті болып табылады. Мұна суретте көрсетіп тұрған бұл Перово қаласындағы Перово Қырым күн электр станциясы. Бұл суретте жаңада айтып өткендегімізде бірнеше түрлері бар күн электр станциясының. Бұл табақша тәріздес күн электр станциясы. Күн электр станцияларының бұл түрі мұнара күн электр станциясына ұқсас электр энергиясын алу принципін қолданады. Бірақ станцияның дизайнында айырмашылықтар бар. Станция жеке модульдерден тұрады. Модуль қабылдағыш пен рефлектордың ферма құрылымы бекітілген тіректерден тұрады. Қабылдағыш рефлектордан біршама қашықтықта орналасқан және шағылысқан күн сәулелері шоғырланған. Рефлектор фермада радиалды түрде орналасқан тәрелкі тәрізді айналардан тұрады. Бұл айналардың диаметрі 2 метрге жетеді, ал айналар саны бірнеше ондаған. Модульдің қуатына байланысты әртүрлі болуы мүмкін. Мұндай станциялар бір модульден және бірнеше ондаған модульден тұруы мүмкін. Бұнда бұл суретте көрсетілген фотобатареяларды пайдалану арқылы күн электр станцияларының суреті көрсетілген. Қазіргі уақытта осы типтегі күн электр станциясы өте кең таралған. Өйткені жалпы жағдайда
күн электр станциясы әртүрлі қуаттылықтағы және шығыс параметрлеріндегі көптеген жеке модульдерден тұрады. Бұл күн электр станциясы шағын және ірі объектілерді, яғни жеке коттедждер, пенсионаттар, санаториялар, өнеркәсіптік ғимараттар және сол сияқты тағы да басқалар энергиямен қамтамасыз ету үшін кеңінен қолданылады. Фотобатареялар ғимараттың шатыры мен қасбетінен бастап арнайы бөлінген аумақтарға дейін барлық жерде дерлік орнатылуы мүмкін. Орнатылған қуаттар жеке сорғыларды жеткізуден бастап шағын елді мекенді электрмен жабдықтауға дейін кең ауқымды ауытқиды. Бұл суретте параболалық концентраторларды қолданылатын күн электр станциялары көрсетілген. Бұл күн электр станцияларының жұмыс принципі салқындатқышты турбогенераторда қолдануға жарамды параметрлерге дейін қыздыру болып табылады. Күн электр станциясының дизайны ферма құрылымына үлкен ұзындықтағы параболалық айна орнатылады, ал параболаның фокусында салқындатқыш ағатын түтік орнатылады. Көбінесе бұған майды қолданады. Барлық жолдан өткеннен кейін салқындатқыш қызады және жылу алмастырғыштарда суға жылу береді. Ол буға айналады және турбогенераторға түседі. Параболалық қондырғылар бүгінгі күнге дейін күн энергиясының ең дамыған технологиялары болып табылады және олар жақын арада ірі жобаларда қолданылуы әбден мүмкін. Назар қойып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет.